Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз, жақсылар ма? Бәріміз бір үмітті күтіп отырық. Орысша айтқанда чудо дейді ғой, чудоны, утильді бәрімізге қызық болып жатыр. Көбісі тапсырыс бермей жатыр әлі. Соған қарай үй бізге келіп қойған көп. Екінің бірі қазір Дубайда, Шарджада осындай көліктерін алып келіп жатыр. Қазір оңай болып жатыр. Енді уақыты жоқ, барамайтын кісілерге бізге тапсырып, осындай көліктерді әкеп жатыр. Бұлар енді Америкадан келген К5 75. Бұнау японский сборка, бұл Дубайдан алып келгенбіз көліктерді. Құдай қаласа осы өзіміздің бастай болып жатқан мемлекетіміздегі ертерек шешілсін деп үміттенеміз. Сіздер де тілектес болыңыздар, комментарға міндетті түрде жаза кетіңіздер. Енді бәрімізге қызық, осы бағалар қанша болады? Бәріміз бірінші, не үшін менің видеомды шығарып жатқан осындай нелерімді көретін себебі, бәріміз арзанды іздейміз ғой. Өзіміздегі алып келген адамдар бәрі өзінің еңбегі ақысын қосады, әрбір барып келгенін қосады, өзіне айдауға алып келеді. Енді әртүрлі жағдайлар. Қол тимейтіндер біз сияқты көлікпен айналысатын кісілерге тапсырыс беріп алып келеді. Енді баға жағына келейік. Ең қызық жері тағы да көп сөйлеп кетсек, бізде комментарда көп нәрсе жазады. Осындай нәрселерді айта бермей, бағаларын айтыңызшы ертерек деп. Сол сияқты бізде 75 бұл 21 жылғы 13 миллионға түскен. Енді біз өшердің рыноктың бағасын қараймыз да, сол бағаға қойып, сол бағаға сатамыз. Сіздер де осылай тапсырыс берсеңіздер, сіздерге де осындай көліктер келеді. Одан кейін бұл су жаңа пробег, 0 пробег дейді ғой. Жүрілмеген көлік, RAV4, японский сборка. Бұл бізге 16 миллионға түскен. 16 миллионға түскен. Мынау 21 жылғы К5-іміз. Американский, бұл да Америкадан құрастырылған, Дубайға келген. Бұл жерде қатты зақым болмаған машиналарды алып келгенбіз. Бұл бізге 11,5-ға түскен. Осындай таза бағаларын мен сіздерге айтып жазғам. Бұл под ключ дейді ғой. Под ключ деген, енді нақты келесіз өшерге Қазақстанға тіркеп, номерін шығарып берген бағалар. Міне жаңағында 11,5, 16, 13 миллион. Осындай бағаға келеді. Енді қараңыздар, мынандай бәріне осындай ақша, бәрінде осындай ақша жоқ. Жетпейді. Көп адам хабарласады, айтады жаңағы не туралы арзандау керек. Бізге 4-5 миллиондық машиналар, олар кішкентай. Бізге келмейді. Біздің жаңағы утилімізден, первичный регистрациямыздан қымбат болғаннан біздің бағаға сәйкес келмейді. Ол жақта машиналар бар. 3 миллион, 1 миллиондық, 500 мыңдық машиналар да бар. Жаңағы оңтүстік Кореяда да, Дубайда да. Осындайлардың 75 емес, 70-терді примерно бағасы ұрылған күйінде сол жерде бірге қараңыздар. Осы жерде ұрылған жағдайында, мысалы, капоты, крыласын бірге салып алып келеді. Мен қаншама видеолар түсірдім ғой. Бамперін бірге салып алып келеді, боямайды, өшерге әкеп. Бізде бояу арзандау, өшерде бояса болады. Енді қол жетімді бағалар, примерно осылар, мысалы, Камрилар 70-тер 2018-19-дар, 20-лар 9 миллионмен 10,5 миллионның аралығында келеді. 70-тер. RAV4-лерде бұларда да осындай Америкадан келеді, дүние жүзінде ең көп ұрылған машиналар сол Америкадан, Кореядан, Германиядан алып келеді Дубайға. Сол жерде құрастырып сатады. Осы бізге Қазақстанға, Өзбекстан, Қырғызстан дегенде, Россияға да алып кетіп жатыр, Украинаға да көп алып кетіп жатыр. Ең көп бірінші орында алатын осы Қазақстан қазір. Бізге машина жеткізбей жатыр өйткені. Сол үшін біздің екінің бірі барып, Қазақстанға, Дубайға барып көліктер әкеп жатыр.
енді мынандай RAV 4-лер ұрылған күйінде алып келетін болсаңыз, сіздерге бір 13 миллионға 12 миллионға дейін болады под ключ ұрылған күйінде көрсетуге болады. Сіздерге суреттерін, видеоларын бәрін жібереміз. Иә. Одан кейін мынау K5 американский сборка, бұлардың да ұрылғандары жобамен бұл да 9 миллионнан 10,5 миллионға дейін ұрылғанын айтып жатырмын мен. Ұрылғандарын айтып жатырмын, иә. Примерно сол 9,5-нан 10,5 миллионға дейін келеді под ключ өшірге. Қалған нәрсесін өшірде өздеріңіз жаңағы біздегі бөлшектерін сол жердегі сразу бірге салып, құрап, өшірге әкеп краскілесек болады. Міне осындай бағалармен сіздерге ең арзан көліктер сондай болады. Одан да төмен көліктер жаңа Corolla, одан басқа кішкентай машиналар бар. Оның қозғалыс көлемі не қарайды, біздің өшірдегі өзіміздің растаможка, сертификат, жаңа утилден шешіліп жатыр. Одан кейін первичный регистрация дейді. Бізде негізі заң бойынша 7 жылға дейін машина кіре алады. 7 жылға дейін кіре алады. Неге оны олай істеп қойған? Бұлай өзім қарасам, біз араб мемлекетіне барған кезде, жаңа Дубайға, оларда енді дүние жүзінен машиналарды әкелген да, оларға жақсы. Бізге оларда көп біз сияқты қарапайым кәсіпкерлер сондай тірліктерді, бизнестер жасап жатыр, оларға возможность берілген. Бізде ондай возможность жоқ, өйткені қысып қойған. Бізде өздеріңіз білесіздер, осындайға сәйкес келтіріп қойған жаңа первичный регистрация, утильный сбор деген. Сол үшін біз ондай көліктерді алып келе алмаймыз. Соған қарай жаңа көліктерді жаңағындай бізде 3 жыл қазіргі уақытта 22, 21, 20 жылғыларда әкелсек, біздің первичный регистрация төлемейміз. Одан төмендерге уже первичный регистрация төлейміз. Енді өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, әдеттегідей комментарға жазыңыздар. Міндетті түрде комментарға жазып, лайк басып, бізге жаңадан көріп жатқан кісілер болса, подписать етіп, біздің видеоларды жан-жақтарыңызға таратыңыздар. Сосын бізден жаңағы осы Дубайдан, Кореядан номерлерді мен сізге осы жерде қазір көрсетемін. Міне осы номерді, бұл Дубайдан. Мына номер оңтүстік Кореядан тапсырыс берсеңіздер, біз көліктерді сіздерге жеткізіп береміз. Келу уақытысы Дубайдан 25 күн мен 1 айдың аралығында, ал оңтүстік Кореядан 35 күннен 45 күннің аралығында біз қазір Қазақстанға алып келіп жатырық. Осы видео ұнаса, әдеттегінде жаңағыдай лайкты аямай, бірге болайық, көріңіздер, комментарларыңызды қалдырыңыздар. Жақсы, адақтан. Жаңағы бізде енді қараңыздар, келесі видеоны күтіңіздер. Бізде 1.6 турбо Америкадан шығарылған. Одан кейін бізде қазір өзіміздің салонымызда 1.6 кореянка бар. И 2 литр өзіміздің Россияда жиналған российский сборка бар. Шөйін бағалап көреміз, жарыстырып, жаңағыдай қызық, қайсы жақсы екен. Тамашалаңыздар, бірге болыңыздар. Жақсы.